Әуе толқынында болашақтан үмітті әйелдер атты халықаралық бағдарламаның қазақша нұсқасы. Отбасыңызға амандық пен тыныштық болсын. Аяулы тыңдарманымыз. Әуе толқынында болашақтан үмітті әйелдер бағдарламасы. Армысыз қымбатты тыңдарман. Студияда әріптесім Бану және мен Гүлмира. Бөлме ыстық па, әлде менің дене қызуым бар ма? Ал енді тоңып барамын. Терезені кім ашты? Неліктен бірден суық болып кетті? Менің басым ауырып тұр. Ауырып қалғаннан саумын ба? Мұндай жағдай біздің әр қайсымызбен болуы мүмкін. Қымбатты тыңдарман. Бүгін біз дененің қызуы немесе ысытпа туралы сұхбаттасатынымызды түсінген боларсыз. Біз, егер балаңыздың дене қызуы көтерілсе, не істеу керектігі жайлы әңгімелесеміз. Жақында бір таныс жас ана маған кішкентай ұлымен болған жайтты айтып берді. Өткен аптада менің ұлым бірден өзін жаман сезінді. Ол әлсізденіп, ыңырсып жылай берді. Көздері кір тиіп кеткен, тамаққа тәбеті болмай, суда ішкісі келмеді. Тіпті ойынға да зауқы соқпай қойды. Орнынан тұрғысы келмей, кез келген жерге домалап жатып алды. Мен қатты қорқып кеттім. Бұрын онымен мұндай жағдай болмаған. Бірінші рет сондай халге түсуі. Бет-жүзі бір түрлі қызарып кетті. Мен оның маңдайына ернімді тигізгенімде от болып күйіп тұр екен. Ұлымның дене қызуы өте жоғары екенін түсіндім. Сонымен, баланың дене қызуы жоғары болса, не істеу керек? Мен бірден айтып өтемін. Дене қызуы қауіпті. Әсіресе кішкентай нәресте үшін. Дене қызуы мөлшерінен жоғары болғандықтан, адам ағзасы өте тез су жоғалтады. Ал бұл дененің сусыздануына алып келеді. Сондықтан да дене қызуы көтерілгенде лажы барынша көбірек сусын ішкізу керек. Балада сусыздану болғанын қалай біле аламыз? Мұның белгілері қандай? Сусызданудың ең бірінші белгісі ол көп шөлдейді. Егер баланың көздері кіртиіп кетсе, жылағанда жас шықпаса, нәжісі қою сары түсті болса, бұл да балада сусыздану болғанын білдіреді. Мұның үстіне сусыздықта тамыр соғуы әдеттен тыс жиі болады. Тынысы тарылады, тіпті дененің тырысуы болуы мүмкін. Дененің қызуы болғанда қандай сусын ішуі мүмкін? Қайнаған суды суытып беру мүмкін. Газсыз минерал суын ішсе де болады. Немесе арнайы сусын дайындауға болады. Ол үшін 1 литр таза суға жарты шай қасық тұз, 8 шай қасық шекер салынып, ерігенше жақсылап араластырылады. Ертіндінің дәмі көз жасынан тұзды болмауы керек. Шырын ішуге болады ма? Егер іші өтпесе, немесе құспаса болады. Ал егер іші өтіп, құсып жатса, абзалы балаға күріштің суын беру керек. Яғни, күрішті көп мөлшердегі суға қайнатып, соның суын ішуге беру керек. Ағзаға сусынданғанда адам бір тәулікте неше мөлшер сусын ішуі керек? Ересек адамдар 3 немесе одан көбірек, ал кішкентайларға 1 литр су жетеді. Дене қызуы жоғары болғанда балаға қандай тамақ беруге болады? Егер баланың тамаққа тәбеті болмаса, оны мәжбүрлемеңіз. Тек ол ұнататын тамақты пісіріп, аз-аздан болса да жегізіп көріңіз. Бірақ суды әр 15 минутта ішкізу керек. Демек, баланың қызуы көтерілгенде көбірек су ішкізу керек. Тамақ жеуге мәжбүрлемеу керек екен. Біз мұны біліп алдық. Бану, мұндай жағдайда тағы не істеу керек? Дене қызуы көтеріліп жатқан баланы көрпеге орамау керек. Бұл өте қауіпті. Өйткені бұл дене қызуын одан бетер көтереді. Керісінше, маңдайы мен көкірек тұсына сүлгіні сулап қою керек. Қолтығының астын, тізесінің артын, қарны мен санының арасын тез-тез су шашықпен сүртіп тұру қажет. Дене қызуы көтерілгенде дәрі беруге бола ма? Тек қызуы 38-ден жоғары болса ғана дәрі қолдану мүмкін. Бірақ сіздің мақсатыңыз дене қызуын түсіру емес, баланың хәлін жеңілдетіп, дене тырысуына жол бермеу болуы керек. Неліктен дене қызуын нормаға келтіріп, сонымен тынышталмасқа? Осыны түсіндіріп өтсең. Өйткені дене қызуының көтерілуі өздігінен дерт емес. Бұл дерттің белгісі ғана. Жалпы жоғары дене қызуы бұл ағзаның қандай да бір дертпен
қызу күресіп жатқанының белгісі. Егер сіз қызуды түсірсеңіз, онда біріншіден сіз сол күреске қарсылық көрсетесіз. Екіншіден, кейін дәрігер бұл дертті анықтауы қиындау болады. Өйткені ол дертті белгілеріне қарап анықтайды ғой. Ал дене қызуының белгілі градусқа көтерілуі бұл да дерттің белгілерінің бірі. Сондықтан да дұрысы тезірек дәрігерді шақыру. Сонда дәрігер дене қызуының жоғарылануына себеп болған дертті анықтайды. Қымбатты тыңдарман, бүгін дене қызуы туралы сіздің біліміңіз көбейді. Немесе тым болмағанда орнықты деп үміттенеміз. Бұл білім сізге өмірде қажетіңізге жарайды деп үміттенеміз. Және балаларыңыз ауырмасын, дені сау болсын деп тілейміз. Құдай кім? Бұл сұрақ адамзатты қызықтырып келеді және қызықтыра бермек. Бұл мәселеде адамдардың көз қарасы әртүрлі. Кейбіреулері Құдай бізді жаман істеріміз үшін жазалайды, жақсы істеріміз үшін марапаттайды деп ойлайды. Ал кейбіреулері болса, егер біз белгілі діни рәсімдерді дұрыс атқарсақ қана, Құдай бізге табыс, бақыт және ұзақ өмір береді деп есептейді. Басқалары Құдай бізге ұқсайды, тек оның білімі мен күші біздікіне қарағанда көбірек деп ойлайды. Бірақ жалпы Құдай кім? Осы қиын сұраққа жауап табу мүмкін бе? Мұның дұрыс жауабын табу үшін біз келі жазбаға назар аударалық. Құдай кім? Ол қандай? Құдай бізге өзінің кім және қандай екенін өз сөзі келі жазба арқылы ашты. Келі жазба Құдайды әлемнің жаратушысы деп атайды. Ол миллиардтаған жұлдыздарды, біздің жерімізді және ондағы барлық нәрселерді жаратқан жаратушы. Және Құдай жаратқан барлық нәрсе мағынаға ие. Киелі жазбада Құдай өзінің жаратқандарының бәріне қарап, өте жақсы екенін көрді деп жазылған. Иә, бірақ бәрінен де таң қаларлығы, ол бізді, адамдарды қалай жаратқаны. Ол бізді өзіне ұқсас етіп жаратты. Құдай адамды рухани жағынан өзіне ұқсас етіп жаратты деп жазылған. Біз Құдайға ұқсас етіп жаратылғанбыз деген сөзді қалай түсіну мүмкін? Жазбада, сонда Құдай жердегі топырақтан адамды жасап, оның мұрнына тіршілік лебін үрледі. Адам осылай тірі жан болып шыға келді деген аятты оқимыз. Сонда қалай? Демек, Құдай да адам сияқты жердің топырағынан тұра ма? Деген сұрақ туылуы мүмкін. Әрине олай емес. Біздің Құдайға ұқсастығымыз мүлдем басқа жағынан. Құдай бізге білім берді. Бізде Құдай сияқты өз еркіміз бар. Ішкі түйсігіміз, сезімдеріміз бар. Сондай-ақ біздің түсінігіміз қарым-қатынас жасау. Тіпті бір нәрселерді жарату қасиеттеріміз бар. Осы ерекшеліктерімізге қарап, бізді жаратқан Құдайды біз тереңірек түсіне аламыз. Гүлмира, жалпы Құдай біз адамдарды не үшін жаратты дегенде сұрақ туылуы мүмкін. Бізбен қарым-қатынас жасау үшін. Біз оның өзін және онымен қарым-қатынасты іздеуіміз үшін жаратты. Бұл туралы жазбада былай жазылған. Ол әлемді және ондағының бәрін жаратқан Құдай. Көк пен жердің иесі. Сондықтан ол адам қолынан шыққан келі үйлерде тұрмайды. Құдай пенделердің өзіне қызмет етуіне де зәру емес. Қайта оның өзі барлығына өмір, дем және қажеттінің бәрін сыйлайды. Ол бір кісіден бүкіл адамзатты таратып, бүкіл жер жүзіне мекендетіп, нақты мерзімдерді де, олардың тұратын жерлерін де белгілеп берді. Құдай бұны адамдар өзін іздесін, мүмкін қарманып жүргенде іздестіріп, тауып алсын деп істеді. Ол әр қайсымыздан алыс емес, себебі оның арқасында біз өмір сүріп, әрекет етіп жүрміз. Иә, Құдай бізді онымен қарым-қатынас жасауымыз үшін жаратқан. Және Құдай біз онымен мәңгі өмір сүруімізді, кәміл жаратушымызбен болған қарым-қатынастан ләззат алғанымызды қалайды. Және сол құдіретті жаратушы адам баласына өз достығын ұсынады. Бұл достық зор сенім, сенімділік, ерекше құрмет, көмекке дайын болу және досы үшін құрбандыққа баруды білдіреді. Солай емес пе? Дұрыс айтасың, Бану. Бұл достық құрбандықты талап ететін достық, және сол құрбандыққа бірінші болып Құдайдың өзі барды. Ол бізді тозақтағы өлімнен құтқарып,
мәңгі өмірде онымен бірге болуымыз үшін жер бетіне адам кейпінде өз сөзін Иса Мәсіхті жіберді. Иса Мәсіх біздің күнәларымыз үшін өлді. Ол барлық адамзаттың құтқарылуы үшін құрбан болды. Бұл құрбандық арқылы біз Құдайды досымыз ретінде тани аламыз. Құдай біздің жаратушымыз, әрі досымыз болғаны қандай керемет десеңші. Кейде бұл туралы ойласаң, ақылыңа сыймайды. Алайда киелі жазба мұның шындық екенін айтады. Бану, кел тыңдармандарымызды Құдайдың осындай кереметтігі үшін ризашылық білдіріп, мінәжат етуге шақырайық. Құдіретті көктегі әкетай, сенімен қарым-қатынас жасау мүмкіншілігін бергенің үшін ризамын. Біздің күнәларымыз үшін құрбан болған Иса Мәсіх үшін рахмет. Сені бізге танытатын келі жазбаң үшін рахмет. Келі жазбаңды түсіндіретін келі рухың үшін алғыс. Иса Мәсіхтің атымен алғыстарымызды қабыл ете көр. Аумин. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, Немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 ayqulaq@inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Әрбір сәтте өмірімде киелі сенің қасыңда болғым келеді, құшағыңа мені алшы. Тәңірім, сені мадақтаймын, жүзіңді аңсаймын. Сен жалғыз, сен маған қажетсің.
сен маған қажетсің.